оны жасайтын біз екенімізге. Енді мен білмеймін, бүкіл Қазақстанды өзгертем деп айта алмаймын. Біз өзіміздің төңірегіміздегі азаматтар, бірақ ауыл шаруашылығына жаңа Қазақстанды келіп біреу жасап бермесіне оны точно білем. Ол әге жаңа келесі президент болсын, немесе келесі парламенттік республика болсын, ешкім жасап бермейді. Біз өзімізше қазір шаруалар белімізді буып, осы шаруаға кірісіп жатырмыз. Ұнамай ма айтамыз. Тек қана бір жақты ғана кемшілікті ғана айтып қоймай, оның ұсынысын айтамыз. Тыңдамай ма қорқытамыз. Керек па митингке шығамыз. Өйткені біз өзіміз үшін емес қой. Біз оны ел үшін жасап жатырмыз. Кейде ойлайды, мен әрдайым шаруаларға да бір жағы осы 30 жыл бойы одан кейін совет өкіметі кезінде әбден қазақтың шаруасын жаншып тастаған ғой. Сен шаруасын, сен теңім емессің деп, тіпті анау последний видео маған байланысты, көрдіңіздер ме көзіңізбен, сен қойшысың дейді. Енді сондай айтатын адамдар бар. Өздерінше саясаткерміз дейді де, өздерін жоғары санайды. Сондықтан мен шаруаларға әрбір өзін айтамын, ауылдағы ағайынға бастарыңыз түсірмеңіздер. Бұл елді асырап жүрген біз. Сіздерді тоқ жасайтын ол қазақтың шаруасы. Сондықтан қазақтың шаруасына керек дүниелерді жасайық. Бізге сырттан келіп бір Америка құрып керек жоқ. Өзіміздің тәжірибемен үйренген дүниелеріміз бар. Шетелден үздік дүниелерді алуымыз керек. Өзіміз ауыл шаруашылық ғылымын алып ұштастыруымыз керек. Біз сіздерді асыраймыз. Нан болса, ән де болады. Сіздерді нанмен қамтамасыз ететін қазақтың шаруасы. Басты түсіретін, қайтадан салбырататын түгі жоқ. Америкаға мен енді сөйтіп салыстырады ғой, таңғаламын да, олар өздерінің жаңағы шаруаларын ковбойларды былай пір тұтады. Ковбойға қару-жарақ ұстап жүруге болады, көлігінде салып жүруге болады. Ковбойға аэропорттарда бизнес-класс бар ғой, бизнес-класспен жүреді. Эконом-класспен жүрмейді. Міне шаруаның мәртебесі деген.